Алғыс айту жүрекке жылу сыйлайтын керемет қасиет, қарапайым адамгершілік парыз. Алғыс айта білген адам алғысты да арқалай алады деген нәзік жанды Лидия Генриховнаның өмірбаяны әсерлі де өнегелі. Лидия Генриховна жарты ғасыр өмірін дәрігерлік кәсіпке арнаған ақ халатты абзал жан. Лидия Генриховна көп жылдар бойы әкесінің суретін сақтап келді. Оны сақтаудың өзіндік себебі де болды. Кеңес одағының тоталитарлық жүйесінен зардап шеккен неміс ұлтының өкілі Саратов облысындағы Бальцер қаласынан жер аударылып келген Род Генрих Генрихович болды. Ол Киров ауданының Белоусовка кентіне жер аударылды. Осы жерде ол болашақ жары Колпакова Мария Андреевнамен танысып, бас қосады. Сол жылдары интернационалдық некеге қатаң тыйым салынған еді. Осы бір қатал тәртіпке қарамастан өмірге 1945 жылы Род Лидия Генриховна келеді. Кейіпкеріміз 11 сыныпты бітіріп, Семей медициналық институтына оқуға түсіп, оны жақсы бағаға бітіреді. Кейін балалар дәрігер мамандығын алады. Біраз уақыт Риддер қаласында жұмыс істеп, кейін облыстық денсаулық сақтау басқармасының шақыруыменен балалар сырқатынан емдейтін санаторийде қызмет атқарды. Педиатр мамандығын Шыңдау, Ленинград және Алматы қалаларында өтті. Алғашында ординаторлықтан бастаған ол, 1975 жылдан бастап Лидия Генриховна балалар бөлімінің меңгерушісі болады. 17 жыл сол жерде қызмет етті. Ол мекеме жабылған соң, бір жылдан кейін облыстық психоневрологиялық диспансерге жұмысқа орналасты. 2016 жылдан бастап учаскелік психиатр болып жұмыс істеді. 2018 жылы дәрігерлік қызметін аяқтайды. 48 жыл дәрігерлік салаға өмірін арнады. 1992 жылы Өскемен қаласында неміс тілінен аударғанда ландыши фольклорлық ансамблі жұмыс істеп келеді. 2004 жылдан бері неміс орталығының шешімімен ансамблі Род Лидия Генриховна жетекшілік етеді. Бүгінгі күні Лидия Генриховнаның жасы біразға келіп қалса да, пысық, ширақ, қоғамдық жұмысқа белсене араласып, Видергебурт неміс этномәдени бірлестігінің мүшесі. Лидия Генриховна көп ұлтты, толерантты мемлекетте тұрғанына қуанады.